Сөйтіп жаңағылар сусындарын ішіп, жаңағы бір мысалдан беріп отыр ғой енді жалпы аталы. Жемістерінен жеп, құстың етінен жеп, сөйтіп жаңағы балалар қызмет жасап, былай қарай кетіп қалады. Бір кезде жаңағы жатқан төсегінде жатыр ғой енді бұлар. Қонақтар болды, бір-бірінен кетті, әркім өзінің жәннатына кетті. Сөйтіп бұл жалғыз қалған кезде жаңағы сәкісінің қасынан жаңағы бір қабыршақ ашылады бүйтіп. Қабыршақ ашылған кезде ананың ішінде бір хор қызы шығады. Анау көзін ашқан кезде сондықтан Алла Тағала «Вахурун ғин» дейді. Әппақ мөлдір дейді. Көздері сондай үлкен дейді. Ана қара көзден көз ашылған кезде ол тек сол тақуаға арналып бірінші рет ашылып тұрған көз. Ашылмаған оны ешкім көрмеген. Қараңыздаршы, Алла Тағала не дейді? «Кәәмсәли лүлүл мәкнун». Әлгі өздерінің теңіздің түбіне барып сүңгіп, ана қабыршығынан әлі ашылмаған інжулерге ұқсайды дейді бұл хор қыздары. Неге хор қыздарының өзі қабыршақтың ішінде жүр? Осыдан шығар, осы аяттарда кейін болашақта сенбесін деп ертегілер шығарған ғой. Сіз бе ертегілерде неше түрлі жағы біледі. Күлдің ішінен шығатынен, осы жақтан алып мынаны өтірік қылмақшы болған. Мынау хақ. Сондай қабыршақтың ішінен шығады дейді ол. Оны ешкім жақындамаған. Міне, Алланың уәде еткен сыйы. Я Раббымыздың қалай қол жеткізсе болады бұған деп сұрайтын болсаңыз, Пайғамбарымыз салсырам бір хадисінде айтады. Мән казама ғойзан. Қараңыз, оңай ма екен, қиын ба екен? Бір хор қызына қол жеткізу. Кімде-кім ызасын жұтса дейді. Уахуа қодирун аля ан юнфисаху. Шамасы толық жетіп тұр дейді. Ызасын жұмсап жіберуіне. Енді ешкімнен қорқайын деп те тұрған жоқ. Еш нәрсе кедергі болайын деп те тұрған жоқ. Шамасы толық жетіп тұр дейді. Сол ызасын тек мен үшін жұтаса дейді. Көрді? Енді шамасы жетіп тұр, сол ызаны Алласы үшін ғана жұтасыз. Раббым не істеп жатыр, мен астағфирулла деп. Дағахуллаху аля руусил халайқ. Күллі жаратылыстардың алдында дәрежесін көтеріп, атымен атап жаңағы қылды. Хатта юхаййираху мин хурил ғини маша. Хор қыздарынан қалағаныңды таңдап ос деп айтады дейді. Бұл Алла Тағаланың сыйлығы. Бұл жерде де бір түсінетін нәрсе, құрметті жамағат. Өйткені бұл еркектер неге оған жаңа ешкім жақындамаған? Сосын жаңағы анау ашылып жатқан кезде, көзін ашқан кезде сізге сондай бір жаңағыдай сюрприз болатындай, мысалы, жаңағы озаттарға. Өйткені ол бұл дүниеде біреудің әйеліне қарамаған. Сен оның мына жақтағы нәрсесін қараңыз. Не үшін ол? Деп біреудің әйелі осы дүниеде қызғану мүмкін ona. Бірақ бұл қызғаныш ақыретте болмайды ғой. Тек осы дүниедегі нәрселер ғой. Ол өйткені ол қарамаған. Ол көзін бетіп жұмған. Сол көзін жұмған үшін оған көзін күлді нәрседен жұмылып тек сол адамға ғана ашатын хор қызын дайындап тұр ғой. Анау ашылған кезде адам ана күллі өмірдегі сабырының жемісін көреді ғой. Көрді ме? Әйелдерге қарамаған, бөтен әйелдерге. Сондай-ақ осы дүниедегі әйелдерге ғибрат беру үшін хор қызынан қабыршақтың ішінде дейді. Алла Тағала алдыда бізді не істеді? Кимешек жаулыққа бүркеніңдер деді қыздарға. Міне, сендер де соларға ұқсассыңдар. Өте қымбат нәрсе бұл. Оны теңіздің астынан алып өте қымбатқа сатылатын нәрселер ғой бұлар, мысалы, інжулер. Соны Алла Тағала бекер айтып отқан жоқ. Бейне бір қабыршағынан әлі ашылмаған інжулер секілді дейді. Ол деген сондай бір Алла Тағаланың сыйы, құрметті жамағат, ер адамдарға. Енді бұл озаттарға айтылды. Біз қазір келеміз, Құдай қаласа келесі сабақта үлгермесек, оңшылдарға айтылмайды хор қызы. Бұларға ашық айтып отыр да. Ол жақта өздеріңдікін жөндеп береміз деп отыр Алла Тағала. Жалпы аятта солай келеді енді. Мына жерде бонус. Кейін сен таза ұстауға тырыстың өзіңді. Алла Тағала бағалайды оны деген. Озаттарға хор қызы дейді міне. Бейне бір қабыршығынан ашылмаған жасырын жатқан інжулер секілді.
өзінше інжу секілді болады екен, аппақ болады екен. Адам көрмеген ғой, ондай нәрсені көрмегенбіз ғой мысалы біз. Міне, адам сондай ананың жаңағы өзі хор қызының басынан аяғына дейін бір керемет пейзаж болады екен ол. Пайғамбарымыз сол нәрселерді суреттеген.